Әлемді жайлаған індет барлық салаға өз әсерін беріп, қиындықтар тудырғаны белгілі. Әсіресе мектептерде оқитын балалар мен ұстаздарға қиындық туғызды. Партада отырып білім ала алмай, онлайн оқу білім сапасына, баланың психологиясына өз әсерін берді. Жаңа оқу жылында, яғни 1 қыркүйектен бастап, еліміздің барлық мектептері есіктерін айқара ашып, балалар офлайн білім алмақ. Дәл қазіргі таңда аудан мектептерінің жаңа оқу жылына дайындығы қалай? 2020-2021 учебный год 2021-2022 оқу жылын біз 1-11 сынып оқушыларына сабақты офлайн форматта береміз деп жоспарлап отырмыз. 1 қыркүйекте барлық балалар мектепке келеді. Мектеп табалдырығын аттаған 1 сынып оқушыларына салтанатты жиын өткізілмек. Ал қалған сыныптың оқушылары өз сыныптарындағы тәрбие сағаттарына қатысады. Әр сынып тек қана бір кабинетте, яғни басқа кабинеттерге ауыспай, бір жерде оқитын болады. Балаларға мектеп формасы міндеттелмеген. Бастысы классикалық үлгіде киінсе болғаны, бірақ футболка киіп келуге болмайды. Әр сабақ 45 минуттан. Бөрлі ауданында 25 мектеп, 2 мектеп жанынан интернат, 1 бастауыш мектеп, 7 негізгі мектеп, 17 орта мектеп, 14 балабақша, 4 мектептен жұмыс орталығы, 1 кешкі мектеп. Аудан бойынша 4279 оқушы болса, кешкі мектепте 41 оқушы бар. Осы жылы барлық мектептерде санитарлық нормаларды сақтай отыра, ашық қосымшасымен оқу жылы бастауын алмақ. Общеобразовательная школа номер 5 города Аксай в этом году планирует начать учебный год. Ақсай қаласының номер 5-ші жалпы білім беретін орта мектебі жаңа оқу жылын 815 оқушымен бастайды деп жоспарлап отырмыз. 1 сыныпқа біз 90-нан астам баланы қабылдадық. Мектепке дейін 50-ге жуық бала алып отырмыз. Сонымен қатар педагогикалық құрам 69 адамды құрап отыр. Мектеп ұстаздарының 100% вакцина алды. Мектепке ашық қосымшасы арқылы кіретін болады. Бөгде адамдарға мектепке кіруге болмайды. Ата-аналарға шұғыл жағдайда кіру керек болса, ашық қосымшасы арқылы кіргізетін боламыз. Жаңа оқу жылында қала мектептерінде дыбыстық дауыл батырмасы қойылып, видеокамералар орнатылуда. Сонымен қатар балалардың қауіпсіздігі үшін күзет ұйымдары да қызмет етпек. Қаламыздың 1, 2, 3, 4 мектептерінде және 6 мектептерінде IT сыныптар ашылды. 5, 6 мектептерде заманауи зертханалар жұмысын жасайды. Қазіргі таңда ауданымыздың білім беру ұйымдарында 1524 педагог жұмыс жасайды. Өтепберген Қарасай, Майя Мирова, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы.